Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода құқық негіздері пәнінен 1 тоқсанға арналған БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген мәтіндегі бос орынды төменде берілген қажетті сөздермен толықтырыңыз. Мораль және құқық әрекет аялары. Моральдың құқықтан мәнділік айырмашылығы мынада. Мораль жазылмаған қағидалардың жиынтығы. Сондықтан ол қоғамдық, бұл жерде пікірмен деген сөз болады. Қоғамдық пікірмен реттеледі. Құқық мемлекеттегі жазылып, қабылданған заңдылықтар жүйесін құрайды. Сондықтан ол, бұл жердегі сөз мемлекеттің. Сондықтан ол мемлекеттің ықпалымен, билік органдарының араласуымен жүзеге асырылады. Бұлардың алдындағысына адамдардың ыңғайсыз жағдайға түсіп, өз кінәсін, бұл жердегі сөз кінәсін, мойындауы адам санасында басты рөлі атқарса, соңғысына жазалау, күштеу, яғни айып, абақты түрінде қолданылатын заң ықпал етеді. Сонда бірінші орынға пікірмен деген сөз жазылады, келесі мемлекеттің, сосын үшінші кінәсін, төртінші заң деген сөз жазылады. Келесі екінші тапсырма: адам құқықтары мен бостандықтары мен міндеттерін төмендегі салаларға сай жіктеп кестені толтырыңыз. Табиғи және тумысынан берілетін құқықтар мен бостандықтары: ол өмір сүру, яғни А, және де жеке басының қауіпсіздігі. Келесі экономикалық құқықтары: бұл дейтін қызмет пен кәсіп түрін таңдау еркіндігі, яғни Д. Келесі жеке меншік иесі болу құқығы, бұл H. Келесі G. жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалу. Саяси құқықтары: С мен F, яғни референдумдағы қатысу, мемлекеттік және жергілікті органдарын сайлау және сайлану. Әлеуметтік құқықтары: денсаулығын сақтау, А, яғни. Келесі мәдени құқықтары: G. шығармашылық еркіндігі. Міндеттері: К. Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын орындарын сақтау. Сосын B. табиғатты қорғау және табиғат байлықтарын ұқыпты пайдалану. Келесі соңғы үшінші тапсырма: Қазақстан Республикасының Конституциясының 24 бабының 1-4 тармақтарының мазмұнын түсіндіруде қажетті сөздерді қолданыңыз. Қорытындыны жазыңыз. Біздер қажетті сөздер берілген, осы сөздерді қолданамыз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 24 бабының 1 тармағында әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. Ал екінші тармағында әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбек үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. Ал үшінші тармақта ереуіл жасы құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады. Ал төртінші тармақта әркімнің тынығуға құқығы бар. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге заңмен белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі. Қорытынды: Қазақстан Республикасының Конституциясының 24 бабының 1-4 тармақтарына сәйкес әрбір еңбек етуші өз құқықтарын заңмен қорғай алады. Әрбір еңбек етушінің таза, қауіпсіз жерде жұмыс жасап, жасаған жұмысына сай еңбек ақы алуына, әлеуметтік қорғалуына, тынығуына құқығы бар. Осымен БЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.